Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі мен байқағаным, иә, қазақтар әлі халықтың деңгейіне өскен жоқ әлі. Тобырдың деңгейінен шыққан жоқ. Мен қазір өшерде байланыс телефонымды, иә, WhatsApp нөмірімді салам, иә. Бірақ ешкім хабарласпайды. Білесіздер ме? Ешкім хабарласпайды. Сондықтан бізде Қазақстанда өзгеріс болмайды. Өйткені қазақтар ойлайды, біреу соның орнына келіп істеп береді деп. Немесе бір белсенді шықса, ол сотталса, Манасқа бостандық, Қуатқа қылмыстық істі жабыңдар, болды, тек қана комментарий. Мен қазір өшерде, анау жолы 2,5 мың адам комментарий жазды. TikTok'та 600 мың, миллионға дейін адам қарайды, 5 мың комментарий жазады. Бірақ бірде-бір қазақ хабарласпайды. Өйткені қорқақ. Түсінесіздер ме? Сондықтан бұл қорқақ адамдармен қалай өзгеріс жасаймыз? Жасай алмаймыз. Сотталды ма, сонымен ұмытып кетеді. 1 жылдан кейін ұмытып кетеді, 6 айдан кейін комментарийді. Сондықтан өзгерісті қаласақ, ең болмаса, сонда белсенділерді қолдай білу керек. Сотталған, қудаланып жатқан. Егер де біз оларды қолдамасақ, онда білмеймін. Онда қалай айтсам, дұрыс шығар сондай президент болған. Өйткені өз азаттығы емес, өз құл болған халық оған міндетті түрде басшы керек. Өйткені ол халық болып өзі басқара алмайды өзін.